Я қазақтар, неменеге келдіңдер? Айтарларды айтыңдар да елдеріне қайтыңдар. Берсең алдық, бермесең қалдық, сөзді өзге салдық. Олай болса, кешке шейін бір жауап қайырармын. Жауап қатпай қалатын күн болса, ат тоның аманда елден тапқандарында теріс болмас. Ел ебелек емес, ел көбелек емес, дат тақсыр. Өй, өзіңді айтшы, атың кім? Атым Қазыбек, әкем Келдібек. Ұлтым қазақ, руым Қаракесек. Сенің досың қазын досына қаңқылдап шығады екен. Ал атыңды айт. Біз қазақ мал баққан еліміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан еліміз, жердің шетін жау баспасын деп найзаның ұшына үкі таққан еліміз. Атадан ұл туса құл болам деп тумайды, анадан қыз туса күн болам деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отырамайтын халықпыз. Сен қалмақ болсан, біз қазақ айқасқалы келгенбіз. Сен темір болсан, біз көмір ерткелі келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы танысқалы келгенбіз, танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз, танысуға көнбесен айқасқалы келгенбіз. Берсен бітім жөнінде айтқан ем. Мына қазақтарда күнек барып қонақ қылыңдар. Бір жүзділіктай баладан неге сұрчалап сескеніп асқан ем? Сендері білген жоқсыңдар. Сөзді өлменен сұғып айтқан кезде екі иығынан екі аю азуынан от шашып тіпіретші көрейін деп тұрды. Мінеке, енді оған қайтара өтер сөзім де жоқ. Ал не жаның септеп алдына салып беріңдер. Шақырыңдар қазақтарды. Қазыбек, сен жаңа өткенде сұлпар екенсің. Сенің айтқан сөзіне бүгін ұстамады, тіресіп тұра алмадым. Менің саған бір айтарым бар. Сенің даусың қазын даусында қаңқылдап шығады екен. Есімің қаз даусы Қазыбек болып қайта жаңғырсын. 97 жүзден саған арнап қойылатын. Одан былай сыбағалы бол.